Баланың өз құрбы құрдастары арасынан дінге құрметпен қарайтын достар табуына жағдай жасау аса маңызды. Жағдай жасап қана қоймай, ата-ана бұны қадағалап отыруы қажет. Оның отанға, ұлтқа, дінге, ұлттық құндылықтарға құрметпен қарайтындай болып өсуі үшін міндетті түрде тоқпақтап қысым көрсетудің қажеті жоқ. Бағыт бағдар беріп, жол көрсетсеңіз жетеді. Баланы үнемі қадағалап, көздің қарашығын кім көрінгенге сеніп тапсырмау керек. Адам өзі танымайтын біреуге сағатында сеніп тапсырмасы анық. Мәселен, танымайтын біреу сізге келіп, бауырым, бұл жақта ұры қары көп, әмиянің мен сөмкеңді маған бер, мен сақтап берейін десе, сіз оған келісер ме едіңіз? Әрине жоқ. Танымайтын адамға сөмкеңізді де, әмияныңызды да аманаттамасыңыз анық. Олай болса, көшедегі кім көрінген біреуге бауыр еті балаңызды қалай аманаттамақсыз? Оларға қалай қадағала демекшісіз? Меніңше, мұндай қайшылыққа ұрынбау керек. Иә, жақсы дос табу мәселесі де ата-ананың мойнында. Сағдидің Гүлстанда айтқанындай, жаман дос жыланнан да жаман. Оның тұзағына бір түсіп қалсаңыз, не шағады, не қандай да бір келеңсіздікке ұшыратады. Жақсы дос періштеден де жақсы. Бірге жүрген кездері үнемі періштелермен жүргендей жаныңыз жадырап сала береді. Әркім сүйгенімен бірге. Бұл пайғамбар сөзі. Олай болса, ата-аналар үшін баласына дос табу аса маңызды. Баланың сана сезімінің қалыптасуында дос жарандарына көңіл бөлмей болмайды. Егер баланың бойынан жаман әдеттер байқалса, оны араласып жүрген жандардан дереу ажыратып, өзіміз сенетін басқа біреулерге табыстауымыз керек. Тіпті өзі туған ауданда, маңайында бұзық балалар көп болса, баланы мүмкіндігінше олардан алыс ұстауға тырысу керек. Тіпті болмаса, басқа мектепке ауыстырып, басқа ауданға көшірген жөн. Алайда, ол жерде де достық құратын балалардың діндар, арлы ұятты балалар болуына көңіл бөлуіңіз керек. Бала қай жерге барса да діни әсерді сезінгені жақсы. Ой өресі жоғары жандармен араласуы керек. Анасы бәлкім аштықтың азабын тартып, әкесі ақшасын шығындар, бірақ сонда да Аллахтың өзін әр баласын азаптайтын күннен қорқуы тиіс. Әрі жылан шаянға айналатын ата-ана болудан сақтануы қажет. Кейде бала дәріс оқу не үй тапсырмасын орындау үшін біреудің үйіне баруы мүмкін. Мұндай кезде де үнемі балаңызды қадағалап отыруыңыз керек. Иә, бала өз достарының үйіне барып тұруы керек. Алайда араласатын жора жолдастарының иманды, тәрбиелі болуын жіті қадағалаған жөн. Міне, осындай жанұяларда тәрбиеленген балалармен достасуына, осындай жанұяларға барып бірге дәріс оқуына кедергі келтірмей, қайта қолдау білдіру керек. Ал керісінше баратын үйі ұрыстан бас алмайтын, я болмаса ойы бұзық кісілермен араласса, онда балаңыздың тәрбиесі кемиді.